Баршаңызға сәлем. Менің есімім Эльмира, менің YouTube каналыма хош келдіңіздер. Мен бүгін сендермен бірге көже дайындайтын боламын. Дайындалу жолдарының барлығын көрсетіп барамын. Көже дайындау үшін бізге айран, перловка керек болады. Мен перловкадан 300 грамм алғанмын. Осыны жуып, тап-таза қылып, 3-4 қайтара жуып алдым. Үйдегі күнделікті тамақ асатын асқазанымды жуып, суға толтырып, осы перловканы жуып салатын боламын. Менімен бірге болыңдар. Пісірілу жолдарының бәрін көрсетемін. Түсінбеген жерлеріңізді описанияда бәрін қарап алсаңдар болады. Бізге керегі тұз, перловка, айран, басқа ештеңе қажеті жоқ, қыздар. Өте оңай. Міне суды құйдым, перловканы салдым. Жаздың күні таптырмайтын сусын, шөліңді қандырады. Әрі адамның ағзасына пайдалы, қыздар. Бұл қайнағанын күтеміз. Қайнағасын көбігін алып, қайнататын боламыз. Мен осы көжені бала күнімнен жасаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер, қыздар. Міне көжеміз қайнады, оның көбігін аламыз. Көбігін обязательно алың, қыздар. Көбігін алмасаңыз, ішінде қарау болып жүреді бұл деген. Перловка мың айтқанмен қоңырлау. Жаздың күні барлығын жасап, холодильникке салып қойып, іше бересіңдер. Әрі тойымды, қыздар. Тұзымызды саламыз. Мен бір ас қасық салдым, толтырып. Ана салғанда тұзын көрін, қыздар, жақсылап. Не осылай қайнатып қойып, 45 минут анық қайнатыңдар. Одан көптің керегі жоқ. Перловка езіліп кетеді. Біреулер күріш салады, біреулер грешка салады. Мен перловканың өзінен қайнатқанын жақсы көрем. Қайнап суытасыңдар, суығасын айран құйып, іше беруге дайын болады. Холодильникке, банкілерге, баклажкілерге құйып салып қоясыңдар. Өте тойымды, қыздар, қараңдар, оңай әрі. Жаздың күні таптырмайтын сусын. Менімен бірге болың, қыздар. Әлі алда көп деген пайдалы ақпараттар көрсететін боламын. Мен 1 литр айран құйдым осы көжеме. Өте тамаша, тұзы да татымды. Маған тіркеліп, қыздар, лайк басып кетіңдер. Сау болыңдар, астарың дәмді болсын.